Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа бөлім бастаймыз. Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс тіршілігі. Сабақтың тақырыбы ауылым, алтын бесігім. Сабағымыздың мақсаты тыңдалым дағдысы. Мәтінді тыңдап, тірек сөздерді табамыз. Мәтіннен сын есімдерді табамыз. Сұрақтарға жауап береміз. Сөздікпен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Жерұйық. Кіндік қаның тамған жер. Ұшқан ұя. Балалық шақ. Табан. Қора. Діңгек. Сөздермен сөйлем құраймыз. Дұрыс сөйлем болса, бір ұпай. Келесі. Оқушылар, бүгін біз сын есімнің не екенін білетін боламыз. Заттың түр-түсін, сапасын, сипатын, салмағын, көлемін, дәмін, иісін білдіретін сөздерді сөз табы сын есім деп аталады. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, үлкен, қандай, ойлы, қандай. Сын есім негізгі сын есім және туынды сын есім болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз не екен? Ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде жұмсалатын сын есім. Мысалы, қара, таза, биік. Бұл сөздерге қарасақ, ешқандай қосымша жалғанбаған. Таза, биік, қара сөздері негізгі сын есімге жатады. Туынды сын есім басқа сөздерден жұрнақ арқылы жасалған сын есім. Мысалы, кешкі, ауылдық. Оқушылар, мына сөздерге қарасақ, кеш сөзіне к қосымшасы жалғануы арқылы туынды сын есім жасалған. Ауыл сөзіне дық қосымшасы жалғану арқылы туынды сын есім жасалған. Осыны мұқият есте сақтайық. Сын есім мағынасына қарай сапалық сын есім, қатыстық сын есім болып бөлінеді. Сапалық сын есім дегеніміз не? Сапалық сын есім заттың түрін, түсін тікелей анықтап, негізгі түбір сын есіміне жасалады. Оқушылар, жаңа біз өттік қой, негізгі сын есім осы сапалық сын есімге жатады. Мысалы, көк, жақсы, қызыл сөздері сапалық сын есім болады. Ал зат есім, есімдік, етістік, үстеуге сын есім тудыратын жұрнақтар жалғанып, туынды сын есім жасалады. Оны қатыстық сын есім дейміз. Мысалы, ауыл қосымша дық сөзі арқылы ауылдық, өнерлі, өнер сөзіне лі қосымшасы жалғану арқылы жасалған. Сонымен қатар сын есім зат есімнің алдынан келеді. Мысалы, биік шың, аласа тау. Сын есім септелмейді, тәуелденбейді, көптелмейді. Сын есімнің септік, тәуелдік, жіктік жалғауларын қабылдаса, зат есімге айналады. Мысалы, үлкенге, кімге? Сын есімге тән қосымшалар шырай жұрнақтары. Мысалы, олар лау, леу, дау, деу, тау, теу, рақ, рек, рақ, рек. Мысалы, әдемірек, үлкен деу. Сол сияқты. Келесі. Енді тапсырманы орындайық. Мәтінді мұқият тыңдап, мәтіннен 5 тірек сөз тауып жазамыз. Қазақта ауылым, алтын бесігім деген сөз бар. Әркімге өзінің туған жері, жерұйық. Біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз бар. Ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз Қазақстан. Отаныңды сүю, отаныңа деген сүйіспеншілік отбасыңнан,
Кіндік қаның тамған жерден, ұшқан алтын ұяңнан басталады. Менің де ұшқан ұям дәл осы жер. Балалық шағы өткен жерін адам еш уақытта ұмытпайды. Ауыл біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Ауыл халық руханиятының алтын діңгегі. Оқушылар, 5 тірек сөз табуды ұмытпайық. Тірек сөздерді табамыз. 5 тірек сөз 2 ұпай. 3-2 тірек сөз тапсақ, 1 ұпай аламыз. Келесі. Мәтінді мұқият оқып, 4 сын есім теріп жаз. Сын есімдермен сөйлем құра. Оқушылар, төменде берілген мәтінді мұқият оқып, ішінен бағанағы өткеніміздей 4 сын есімді тауып, ол сөздермен сөйлем құрау керек. Сын есім тауып сөйлем құрасақ, әр дұрыс жауап 1 ұпай. 4 сын есім тапсақ, 4 ұпай. Келесі. Айтылым. Сұрақтарға жауап бер. Сенің туған жерің қандай? Сен ауылда немесе қалада тұрасың ба? Ауыл туралы не білесің? Оқушылар, WhatsApp желісіне аудиозапись арқылы осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Әр дұрыс жауап 1 ұпай болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекітейік. Бүгін біз оқушылар сын есімнің не екенін білдік. Сұрақтарға жауап бердік. Мәтіннен сын есім таптық. Және тірек сөздерді таптық. Осымен оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.